Так, қараңыздар, мынау таза шошқаның терісінен жасалған аяқ киім. Шошқа терісінен жасалған балалардың аяқ киімі мына дүкенде әлі сатылымда екен. Жүріңіздер бірге көрейік. Так, қараңыздар, мынаның іші толған 3 точка, яғни мынау таза шошқаның терісі. Осының салдарынан біздің балаларымыздың аяғында грибок болып, жаңа шуаш болып жүргені тура осының кесірінен. Негізі білесіздер ме, Малайзияда осы шошқаның терісінен жасалған аяқ киімдерге бөлек бір полка қойып қояды. Ал бізде Қазақстанда кім көрінген келіп, осындай бағаға былғарының эмблемасы тұр, бірақ мынау натуральный кожа деп жазылған мына жақта, бірақ шошқаның терісі деп жазылмаған. Осылай қаншама халық білмей мына аяқ киімдер сатып алып беріп жатыр балаларына. И зиянын уақыт өте келе көреді. Біз талап етеміз, Алла қаласа осындай шошқаның аяқ киімдерін сатпасын емес, сатсын, бірақ арнайы өзінің полкасына қойып тұрып сатсын. Сол кезде халықтың көзі ашылады да көре алады, не алып жатқанын. Әйтпесе қарапайым халық не жеп жатқанын, не киіп жатқанын білмейді. Қазір мына аяқ киімді осы жердің қызметкерінен сұрайық, не деп айтады екен? Шошқаның терісі деп айта ма, әлде сиырдың терісі деп тағы бірдеңелер айта ма, көрейік. Сіз өзіңіз де білмейсіз, ненің терісі екен? Мен просто аяқ киімді естімеймін. Мынаны қазір біз сатып аламыз, сатып алып экспертизаға жібереміз. И нақты шошқаның терісі екенін прям документ жүзінде сіздерге көрсететін боламыз. Кеттік. Ішіндегі терісі натуральный кожа ғой, білмейсіз бе?